әр заманда елдің тарихы мен мәдениетін жаңғыртатын, ұлттың бай мұрасын келешек ұрпаққа жеткізе білетін алып тұлғалар болады. Кеңес заманында да ондай адамдар аз болған жоқ. Солардың бірі әрі бірегейі көрнекті мемлекет қайраткері белгілі этнограф Өзбекәлі Жәнібек. Ол атақ абыройды қуған жоқ. Кеңестік идеологияға қарамастан алаш зиялыларының ақталуына атсалысты. Елдің Наурыз мейрамымен қайта қауышуына үлес қосты. Тайқазанды қайтарып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қалпына келтіру жұмыстарына бастамашы болды. Музей ашты. Ана тілін дамыту бағдарламасының мемлекеттік тұжырымдамасын жасауға қатысты. Өзбекәлі Жәнібек 1931 жылы 28 шілдеде оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар ауданының Сарықамыс ауылында дүниеге келген. Оның балалық шағы қиындыққа толы болды. Әкесінен ерте айырылды, соған қарамастан барлық қиындыққа төтеп беріп, соғыстан кейінгі ауыр жағдайға мойыған жоқ. Жастайынан қара жұмысқа араласты. Отын шапты, шөп жинады, су тасыды, мал бақты. Аурушаң анасына барынша көмектесуге тырысты. 8 жасында анасынан айырылды. Жетімдіктің қамытын ерте киіп, тағдырдан әбден теперіш көрді. Соған қарамастан білімін шыңдап, Абай атындағы Қазақ педагогика институтына түседі. Бірақ жоқшылықтың салдары сезілді. Ауылынан Алматыға шыққанда жолынан ақша таппай қиналды. Ал қалаға барғаннан кейін күндіз сабақ оқып, кешке қарай жұмыс істеді. Институтты үздік бітірген Өзбекәлі Жәнібек алдымен оңтүстікке оралып, мектепке орналасты. Көп ұзамай тарихтан сабақ бере бастайды. Білімді әрі білікті ұстаз бірден көзге түседі. Оқу ісінің меңгерушісі болды. Қоғамдық шараларға белсене атсалысып жүрді. Сөйтіп, аудандық комсомол ұйымының жетекшісі қызметіне дейін көтеріледі. Өзбекәлі Келес ауданында қызметте жүргенде болашақ жары Қалиханмен көңіл қосып шаңырақ көтереді. 2 ұлы және 1 қызы дүниеге келеді. Өзбекәлі балаларын қазақылыққа барынша баулып өсірген, халыққа да жақын болды. Ел арасында оны өз аға деп атайтын. Ол өзінің турашылдығымен, қазақ халқын жан-тәнімен сүйетін ұлы қасиетімен ел арасында аты аңыз болып тараған адам. Қазақстан комсомолын басқарып жүріп, қазақтың салты, әдет-ғұрпы, дәстүрі деген мәселелерді ешкімнен қорықпай үнемі дәріптеумен болған адам. Өзбекәлі қазақ мәдениетінің, қазақ руханиятының қайыспайтын қара нары еді, дейді мемлекет қайраткері Мырзатай Жолдасбеков. Өзбекәлі кеңес билігімен жиі сөзге келіп қала берді. Қисынсыз шешімдерді бұзудан қорықпады. Қызметтен айырылып қаламын деп сасқан жоқ. Бірде үкіметке қазақ жастарын мал шаруашылығына жаппай жіберу, ал қыздардан трактор бригадаларын құру ұсынысы енгізілді. Өзекең оған қарсы екенін ашық айтты. Жастарды өнер білімге баулуға жағдай жасады. Осы жолда өзінен жоғары тұрған басшыларға қарсы шығудан иемденбеді. Ұлтжанды Өзбекәлі Жәнібек кеңестік идеологияның тар шеңберіне сыймады. Биліктің ұстанымына қарамастан қазақтың тарихын терең зерттеді. Салт дәстүрді кеңінен насихаттауға күш салды. Содан оны Астанадан шалғай жерге жіберді. Өзекең жаңадан құрылған Торғай облысына барды. Облыстық партия комитетінің 3-ші хатшысы қызметін атқарып жүріп, Торғай өңірін танымастай өзгертеді. Әлі есімізде, 70-ші жылдары Өзекең Торғай облысы жаңадан құрылып, сол өңірге жастар жаппай бет алып, болашаққа деген сенім, жасампаздық, сезім күшейіп тұрған шақ болатын. Өзбекәлі Жәнібектің есімі жиі естіліп, оның бастамасы республикаға тарап жатқан кезеді. Торғай облысында қызмет атқарған тұста Арқалықтағы мәдениет үйінің қабырғаларын өз қолымен әктеп бояп сырлағанын естігенде, бұл кісінің ұлық болсаң кішік бол деген қарапайым болмысымен нағыз тұлға екенін танып сүйсінетінбіз, дейді академик Серік Сейдуманов. 5 жылдан кейін орталық комитеттің шет елдермен байланыс бөлімін басқарады. Оны ұлттың мүддесі үшін пайдаланады. Ал араға 1 жыл салып, мәдениет министрінің орынбасары болып тағайындалады. Өзбекәлі Жәнібек мәдениет министрлігіне келген бойда қазақтың сәулет ескерткіштеріне көп мән бере бастады. Оның тұсында 400-ге жуық археологиялық нысанды қалпына келтіру жұмыстары атқарылды.
Соның ішінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі де бар. Басшымын деп кекірейген жоқ, балағын түріп жұмысшылармен бірге құм тасыды. Әсіресе Әулие кесенесі негізінде құрылған Әзіре Сұлтан Қорық музейінің құрылуына қосқан үлесі зор. Кеңес үкіметінің саясатына қарамай, кесенеде жерленген хандар мен сұлтандар, билер және батырлардың құлпытастарын музей экспозициясына қойды. Атеистік қоғамда Қожа Ахмет Яссауидің мұрасы мен іліміне бет бұрыс жасады. Өзбекәлі Жәнібек құлпытастардағы араб тіліндегі жазуларды да қазақ тіліне аударуға атсалысты. Ол кезде кесененің сән салтанаты болған, атақты тайқазанның орны бос тұрған. Оны 1935 жылы Ленинградқа, қазіргі Санкт-Петербург қаласында өткен Иран шеберлерінің 3-ші халықаралық конференциясына 3 айға апарған, бірақ кері қайтарған жоқ. Араға 54 жыл салып 1989 жылдың 18 қыркүйегінде Тайқазан тарихи отанына қайта оралды. Бұның бәрі Өзбекәлі Жәнібектің жан қиярлық еңбегі. Ал Арыстан баб кесенесінің Жұма мешітін қалпына келтіруге кіріскенде Мәскеу рұқсат бермеді. Содан Өзбекәлі Жәнібек Алаға көшіп, отырардың суландыру жүйесінің экспозициясын жасаймыз деп, кезінде құлатылған мешітті қалпына келтірді. Оның бастамасымен Қазақстанның тарихын және мәдени ескерткіштерін сақтау мен қалпына келтіру мақсатымен Арқас қоғамы құрылды. Өзбекәлі қазақ халқының көне музыкалық аспаптарында зерттеді. Шертер, адырна, алтынай және тағы басқа фольклорлық өнер ансамбльдерін ұйымдастырды. Ансамбль мүшелерінің әрбір киіміне мән берді. Өзекең біздің дәуірімізге бірде-бір қасаба жетпеді ме деп, оны Эрмитажға дейін іздеп барды. Татарлардың арасында бар екенін біледі. Сөйтіп жүріп, орталық архивтен ертеде тапсырылған бір қасабаны тауып алып, соны ары қарай ұлт мәдениеті ретінде көрсетті, деп еске алады профессор Құлбек Ергөбек. Өзбекәлі Жәнібек шошалаңның ескесін айна қатесіз жасап, кезінде Сырдариядан жүрген ағаш қайықтың үлгісінде қалпына келтірді. Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы есімдерін халық жауы деген аттан ақтап шықты. Наурыз мейрамының қайтадан тойлауын қалпына келтірді. Айтысты жаңғыртты. Ана тілін дамыту бағдарламасының мемлекеттік тұжырымдамасын жасауға қатысты. Өзаға қызметте өте талапшыл болды. Руға бөлінгенді жек көрді. Халық арасында беделі жоғары болды. 4 айдай мәдениет министрі қызметін атқарды. Бірақ осы уақыттың ішінде біраз шаруа тындырды. Қазақтың өз ағасы 67 жасына қараған шағында 1998 жылы 24 ақпанда дүниеден өтті. Оның жерленген жерінде кесене тұрғызылды.